Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге жасымық сорпасы, яғни жалпақ тілмен айтқанда чечевичный супты үй жағдайында бірге дайындайтын боламыз. Бұл тағамның жасалу жолы өте оңай, әрі дәмі тіл үйреді. Сонымен қатар құрамы дәрумендерге бай, өте пайдалы тағам. Видеоның соңына дейін сіздерге өзім білетін пайдалы ақпараттармен бөлісемін, сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сонымен бүгінгі тағамымызды жасауға кірісейік. Кез келген кастрөлді алып, оны отқа қоямыз. Және де үстіне 1,5 литр суық су құямыз. Осы суық суға қалағандарыңызша ет немесе сүйек салып, оны 1 сағаттай қайнатамыз. Етті міндетті түрде суық суға салыңыздар, сонда жұмсақ болып пісетін болады. Ет қайнап шығуымен осылай бетіндегі көбіктерін алып, астын төмендетеміз. Егер сіздер сүйек салатын болсаңыздар, сүйекті міндетті түрде 1 сағат осылай баяу отта қайнатыңыздар. Мен бір кесім ет салғандықтан, оны 30-40 минуттай қайнаттым. Біздің етіміз қайнап жатқан кезде көкөністерімізді табаға қуырып аламыз. Табаны отқа қойып, күйдірілген сары май немесе қарапайым өсімдік майын құямыз. Үстіне ұсақталып туралған пиязымызды салып, сарғыштау етіп қуырып аламыз. Пияз осы видеодағыдай сарғыштау болып қуырылуы керек. Егер пияз қатты қуырылса немесе күйіп кетсе, біздің сорпамыз ащы болып қалады. Пияздың үстіне ірі етіп туралған сәбізді саламыз. Оны да 2-3 минут шамасында қуырып, үстіне болгар бұрышын саламыз. Мен мұздатылған болгар бұрышын қолдандым. Болгар бұрышын шамамен 1-2 минуттай қуырып болған соң, үстіне туралған картоптарды саламыз. Картопты көп қуырудың қажеті жоқ. Содан кейін 1-2 дана туралған қызанақ саламыз. Қызанақты томат пастасымен алмастырсаңыздар болады. Біздің салмамыз да осылай қуырылып дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бүкіл көкөністер жеңіл қуырылған. Тағы да айтып өтем, қатты қуырудың қажеті жоқ. Біздің етіміз де пісіп қалды. Енді осы сорпаның үстіне жаңағы салмамызды саламыз. Осы көкөністердің үстінен бірден алдын ала жуып жібітілген қызыл жасымықты салып, оттың астын орташа етіп қоямыз. Жасымықты және де көкөністердің барлығын бірдей салған дұрыс, сонда барлығы бірге біркелкі болып пісетін болады. Сорпамыз қайнап шыққанша бетін осылай қиялатып қақпақпен жауып қоямыз. Мен де ет тұздалғандықтан 1,5 шай қасық тұз салдым. Және де өз қалауларыңыз бойынша қара бұрыш салсаңыздар болады. Біздің сорпамызда қайнап шықты, енді оған осылай аскөк саламыз. Біздің жаңағы салған жасымығымыздың да көлемі осылай ұлғайды. Енді осыған 800 мл қайнаған ыстық су құямыз. Су құйып болған соң, сорпаның бетін осылай қақпақпен қиялатып жауып, жарты сағат бойы орташа отта қайнатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің сорпамыздың ішіндегі жасымық және бүкіл көкөністер толығымен піскен. Енді ішіндегі кесек етті басқа ыдысқа алып, сорпаның астын сөндіреміз. Ал енді сорпаны блендердің көмегімен жақсылап езгілеп аламыз. Біздің бүгінгі тіл үйретін тағамымыз да дайын. Бұл сорпаны үйдегі кішкентай балаларыңызда сүйіп ішетін болады. Міндетті түрде сіздер де отбасыңызға осылай дайындап беріңіздер. Жаңағы қайнаған етті осылай кесіп, сорпаның бетіне саламыз.
Бұл тағам қытырлақ нанмен өте керемет үйлеседі. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Өз қалауларыңыз бойынша лимон кесіндісін салсаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі рецепт пайдалы әрі қызықты болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Маржан Дүйсен. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін және де қолдау білдіріп жатқандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі кездескенше.